How do you do, children? How are you today? I hope everything is all right with you. I'm very glad to meet you again on our online lesson. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерде барлығы жақсы деп үміттенемін. Онлайн сабағымызда тағы да кездескеніме қуаныштымын. So let's start our lesson. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Smiles to my favorite season. Екінші сынып оқушыларына арналған Smiles оқулығы менің сүйікті жыл мезгілім. If you remember, in our previous lesson, we've learned some words of season. Естеріңде болса балалар, өткен сабағымызда жыл мезгілдеріне байланысты сөздерді үйренген болатынбыз. Now let's remember the words. Кәнеки естеріңе түсірейік. Season. Жыл мезгілі. My favorite season. Менің сүйікті жыл мезгілім. Кәнеки, жыл мезгілін 4 түрін атап көріңдерші. Қыс, көктем, жаз, күз. Өте дұрыс балалар. Енді осы сөздердің ағылшынша баламасы қандай еді? Қыс, winter, көктем, spring, жаз, summer, күз, autumn. Жарайсыңдар балалар. Қане, тағда бір рет қайталап алайық. Winter, spring, summer, autumn. Winter, spring, summer, autumn. Well done, children. Жарайсыңдар балалар. Now, you can see on your screen the picture with sentences. Өздеріңнің экрандарыңнан суреттер мен сөйлемдерді көріп тұрсыңдар. Now, let's read the sentences and circle the right season. Суреттегі сөйлемдерді оқып, жыл мезгілін таңдаймыз. My favorite season is autumn. Менің сүйікті жыл мезгілім күз. Екінші сөйлемге қарасаңдар балалар. There is a lot of rain және wind деген сөздер тұр. Егер біз күз мезгілін таңдасақ, ауа райы күзде қандай болады? Кәне айтып көрейікші. Yeah, there is a lot of rain. Күздің күні жаңбыр көп болады, иә? There is a lot of rain. Немесе, there is a lot of wind. Күздің күні жел өте көп болады. So repeat after me. My favorite season is autumn. Менің сүйікті жыл мезгілім күз. There is a lot of wind. There is a lot of rain. Күзде жел де, жаңбыр да көп болады. Now, look at the next picture. Келесі суретке қараңдар. Қандай жыл мезгілі бейнеленген? What season is it on this picture? Бұл суретте қандай жыл мезгілі бейнеленген? Иә, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Бұл қыс мезгілі. Қыс мезгілін ағылшын тілінде қалай айтушы едік? Winter or spring? Winter ма, әлде spring ба? Я, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Winter. Қане, winter сөзін мына жерден белгілеп, сөйлемді толықтап айтайық. My favorite season is winter. Winter сөзін белгіледік. My favorite season is winter. Менің сүйікті жыл мезгілім қыс. Repeat after me. My favorite season is winter. Spring деген сөзіміз, ол көктем деген мағынаны білдіреді. Біз бұл жерден көктемнің бейнеленгенін көріп тұрған жоқпыз, сол себепті spring сөзін бұнда қолданбадық. Ал егер менің жыл мезгілім көктем десек, онда сөйлем қалай болады? My favorite season is spring.
Менің сүйікті жыл мезгілім көктем. My favorite season is winter. Мен қысты жақсы көремін. Қыста ауа райы қандай болады? Қане еске түсірейік. Қар. Snow. Sun. Күн. Осы сөздің қайсысын қолдансақ дұрыс болады қыс мезгіліне? Өте дұрыс балалар. Snow сөзі. I love the snow. Мен қарды жақсы көремін. Repeat after me. Қайталаймыз. I love the snow. I love the snow. Мен қарды жақсы көремін. Келесі сөйлеміміз. Менің сүйікті жыл мезгілім көктем. Сөйлеміміз қалай болады? My favorite season is spring. Менің сүйікті жыл мезгілім көктем. My favorite season is spring. Қайталап отырыңдар балалар. My favorite season is spring. Көктемде күн болады, күн жарқырап шыға бастайды. I love the sun. Мен күнді жақсы көремін. Repeat after me. I love the sun. Мен күнді жақсы көремін. Өте жақсы балалар. Now, look at the next slide. Let's move on the next slide. Look, read and complete. Біз өткен сабағымызда can етістігін алған болатынбыз. Can етістігі бір нәрсе істей алу, қолдан келу деген мағынаны білдіреді, балалар? Олай болса, суретке қарап, әр жануардың не істей алатынын айтайық. I can climb. I can't hop. Мысық не істей алады? Мысық өрмелей алады. I can't hop. Мен секіре алмаймын дейді. The next. What can you see in the second picture? Екінші суретте не көріп тұрмыз? Жылан. Жыланды не дейміз? Snake. Ал енді сөйлем құрастырайық. I can fly or I can't fly. Fly, ұша алу, Сонда біз қайсысын қолданамыз? Can't түрін қолданамыз. I can't fly. Мен ұша алмаймын. I can crawl. I can crawl. Мен жерден жорғалай аламын, Жорғалап жүреді ғой жыландар. I can crawl. Look at the next picture. What can you see in this picture? Бұл қай құстың суреті? Yes, parrot. Тоты құс не істей алады? Және не істей алмайды? Ойланып көріңдерші, балалар. Егер бір нәрсе істей алса, can етістігін қолданамыз. Егер істей алмаса, can't. Fly, ұшу, climb, өрмелеу. Қайсын орындай алады? Yes, I can fly. I can't climb. Okay, look at the next picture. Жылқы не істей алады? Sing, run. Ән айту, жүгіру. Жылқы ән айта алмайды. I can't sing, I can run. The next, rabbit. Қоян не істей алады? Climb, hop. Climb, өрмелеу, hop, секіру. I can't climb. Өрмелей алмаймын. I can hop. Мен секіре аламын. Келесі, балық, fish. Swim, fly. Жүзу, ұшу. Балық не істей алмайды? Ұша алмайды. Не істей алады? Жүзе алады. I can swim. I can't fly. Өте тамаша балалар. Сабағымыздың келесі бөлігі. Look at the game and let's play. Суретке қарап ойнайық дейді. Суретте көрген, бейнеленген жануарлар, немесе адамдар не істей алады, соны ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Бірінші суретте horse. The horse can, жаңа біз айтып кеттік алдыңғы бөлігімізде, жылқы не істей алады? Жүгіре алады, The horse can run. Өте дұрыс.
Екінші суретке қарайық. Мезгіл бейнеленген, жыл мезгілі. Менің сүйікті жыл мезгілім қандай? My favorite season is summer. Жаз мезгілін көріп тұрмыз. My favorite season is summer. The next picture. She can... Не істеп тұр? Не істей алады? She can dance. Билей алады. The next. My favorite season is... Алтыншы суретке қараймыз. My favorite season is winter. Picture number 4. The cat can... Төртінші суретке қараймыз. Мысық не істей алады? The cat can climb. Я, дұрыс, өрмелей алады. The cat can climb. Қалған суреттегі сөздерді де бейнеленген жануарлар, адамдарды да өздерің айтып үйреніңдер, балалар. Do your homework. Үйге тапсырма. Суретте бейнеленген жануарлар, немесе адамдар не істей алады, қай жыл мезгілдерін ұнатады, сол жайында әңгімелеп беріңдер. The lesson is over. Thank you for your attention. Stay at home and study. Сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңа рахмет. Үйде болыңдар, сабақ оқыңдар. Goodbye.